Балалар, біз бүгін сендермен зерттеу жасаймыз, Бүгін біз зерттеуіміздің аты заттарымыз суға батады ма, батпайды ма, соны анықтап зерттеп көресіңдер. Балалар, зерттеуді жасамас бұрын ең алдымен біз қауіпсіздік ережемізді сақтауымыз керек. Ол үшін заттарды ағашқа салуға болмайды, Зерттеу жасаған кезде ұқыпты, жинақы болуымыз керек екен. Ал кәнеге балалар, олай болса, зерттеуімізді бастайық. Мінекей, ең алдымен біздің алдымызда стақандар берілген, ол стақандардың ішінде нелер бар екен? Сулар құйып қойдық, Енді қандай болады? Мына жерде қандай зат? Мақта, киім, ағаш, жапырақ, тас, қақпақ жатыр. Жақсы. Олай болса, балалар, осы заттарды біз суға салу арқылы олардың бататын, батпайтындығын анықтап, көзімізді жеткізіп көреміз. Кәне бастаймыз. Жақсы, сала ғой. Жақсы, әрі қарай саламыз. Сала ғой. Неме салдық? ағаш, Сала ғой. мен жапырақ, Сала ғой. тас, Жақсы, балалар, ендеше, балалар, бірінші тақырға не салдық? Қарай ғой. мақта, Екінші тақырға? киім, Одан кейін? ағаш, жапырақ, Тас салдық, Ал енді балалар, бірінші стақанымыздағы мақтанығы суға батты ма, батпады ма, қандай өзгеріс болды екен? Қарайықшы, кәнекей, батты ма? батпады, Неге батпады? ол жаңа жеңіл, Жақсы, келесі. Айта ғой. киім, Қарайықшы, стақанда қандай өзгеріс болды? Суға батты ма, батпады ма? батты, Не себепті батты? ол жаңа ауыр, Жақсы, келесі айта ғой. қақпақ, Қақпақ суға батты ма, батпады ма? батпады, Неге батпады? өйткені ол жеңіл, Жақсы, келесі. жапырақ, Жапырағы суға батты ма, батпады ма? Қарай ғой. Батпады, Батпады ма? Неге батпады? Себебі? Жапырақ қандай? жеңіл, Жақсы, әрі қарай айтамыз. Тас салдық, Тас суға батты ма, батпады ма? Қане қарайықшы. Балалар, батты. Не себепті батты? өйткені ол ауыр, Тамаша. Дұрыс. Жаңа осы алдында тұрған заттарды суға салу арқылы олардың қасиеттерін танысып білдік, Сонда балалар суға бататын, батпайтын заттарды осылай суға салу арқылы олардың қасиеттерін анықтап көруге болады екен. Бүгінгі тәжірибеміз балалар сендерге ұнады ма? Жақсы. Онда сендер бүгін зерттеуші болдыңдар, Жақсы, балалар, олай болса, бүгінгі зерттеуіміз аяқталды.